Сәлем достар. Бүгінгі әңгіме көп адамды ойландыратын оқиға туралы. Бұл оқиға маған жазылған әңгімелердің бірі. Сенесіз бе, сенбейсіз бе, оны өзіңіз шешесіз. Бірақ соңына дейін көріңіз. Себебі бұл оқиғаның соңы күтпеген жағдаймен аяқталған. Бұл оқиға шамамен 2 жыл бұрын болған екен. Оқиға кейіпкерінің атын өзгерттік. Біз оны Айгүл деп атайық. Айгүл 2 баланың анасы, күйеуі бар, отбасы жаман тұрмаған. Бірақ соңғы уақытта оның өмірінде біртүрлі жағдайлар көбейе бастапты. Бәрі ұсақ нәрседен басталған. Алғашында ол өзін әлсіз сезінетін болған. Таңертең тұрса да шаршаңқы, үй шаруасына зауқы соқпайды. Бұрын күліп жүретін адам біртіндеп тұйықталып кеткен. Бірақ ең қызығы түнде ұйықтай алмайтындығы еді. Айгүлдің айтуынша кейбір түндері ол өзін біреу бақылап тұрғандай сезілген. Кейде тіпті үйде жалғыз отырса да біртүрлі дыбыстар еститін болыпты. Әуелде ол бұған аса мән бермеген, шаршағаннан шығар деп ойлаған. Бірақ уақыт өткен сайын жағдай қиындай береді. Үйде ұрыс көбейеді, күйеуімен болмашы нәрседен сөзге келіп қалады. Балалар да жиі ауыра бастағандай көрінеді. Бір күні көршісі оған күтпеген сөз айтыпты. Сен біреуге көрініп жүрсің бе? Әлде көзің тиген нәрсе бар ма? Бұрын мұндай емес едің ғой. Айгүл алғашында күліп қояды. Ондай нәрсеге аса сене бермейтін адам екен. Бірақ көршісі бір емші әйелді айтып, барып көрдуді ұсынады. Бірнеше күн өткеннен кейін амалсыздан Айгүл сол емшіге баруға келіседі. Айтуынша, емші қала шетіндегі қарапайым үйде отырған. Сыртынан қарағанда кәдімгі үй сияқты. Бірақ ішке кіргенде өзін біртүрлі сезінгенін айтады. Үй тым тыныш болған. Емші әйел Айгүлді бірден ішке шақырып, ұзақ үнсіз отырып қалыпты. Сосын оған қарап, сен көптен бері тыныш ұйықтаймайсың депті. Айгүл таң қалыпты. Себебі ол бұл жайлы ештеңе айтпаған. Кейін әлгі әйел тағы бірнеше нәрсе айтқан екен. Кейбірі дәл келгендей болған. Бірақ осы жерден кейін оқиға қызық бола бастайды. Айгүлдің айтуынша емші оған үйінде көп уайым жиналған, өзіңді қорқыныш билеп алған деген. Кейін оған бірнеше кеңес береді. Көбірек демалу, үйдегі атмосфераны өзгерту, жақын адамдармен сөйлесу секілді қарапайым нәрселер айтқан. Сол күннен кейін Айгүл өзін біртіндеп жақсы сезіне бастапты. Ұйқысы түзелгендей болады. Үйдегі ұрыс азаяды. Өзі де көңілді жүре бастаған. Бірақ бір жағдай оны әлі күнге дейін ойландырады. Емші қоштасарда, жақында сен күтпеген жаңалық естисің деген екен. Бір апта өтпей күйеуіне бұрыннан күткен жақсы жұмыс ұсынысы түсіпті. Айгүл осыны әлі күнге дейін сәйкестік пе, әлде басқа нәрсеме түсіне алмайды. Бірақ өзі бір нәрсені анық айтты. Сол күннен кейін өзімді басқаша сезіндім. Бәлкім бәрі адамның ішкі күйіне байланысты шығар. Әрине, бұл оқиғаға әркім әртүрлі қарайды. Біреу сенеді, біреу жай сәйкестік дейді. Бірақ қандай жағдай болса да, денсаулық мәселесінде міндетті түрде дәрігерге қаралған дұрыс екенін ұмытпаңыз. Ал сіз мұндай оқиға естідіңіз бе? Емшіге барып көрген танысыңыз болды ма? Пікірге жаза кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.